Сөйлескенде адамдар сені қалай қабылдайды, бұл тек сөзің емес, оны қалай айтатыныңа да байланысты. Кейбір ұсақ көрінетін қателер бар, бірақ дәл солар сенің образыңды әлсіз, сенімсіз адам ретінде көрсетіп жіберуі мүмкін. Төменде сол қателерді нақты мысалдармен түсіндіріп беремін. Бірінші, үнемі кешірім сұрай беру. Әр сөйлемнің басында, немесе соңында кешіріңіз, ренжімеңіз деп айту, сыпайылық емес, өзіне сенімсіздік белгісі. Мысалы, кешіріңіз, мен бір нәрсе айтсам бола ма? Оның орнына, менің бір ұсынысым бар. Адам өз ойын айтуға рұқсат сұрап тұрса, оны әлсіз деп қабылдайды. Екінші, өзіңді төмендетіп сөйлеу. Мен онша білмеймін, менікі дұрыс емес шығар деген сөздер сенің ойыңды бірден құнсыздандырады. Сен өз сөзіне сенбесең, басқалар да сенбейді. Үшінші, көзге тік қарамау. Сөйлескенде көзді тайдыру, қорқыныш немесе сенімсіздік белгісі. Адамдар мұндай кезде сені әлсіз, тіпті сенімсіз адам деп ойлауы мүмкін. Төртінші, даусыңның әлсіз шығуы. Өте жай, анық емес сөйлеу, сенің сөзің маңызды емес сияқты әсер қалдырады. Даусың сенімді, бірақ қатты емес, анық шығуы керек. Бесінші, артық түсіндіру, өз-өзіңді ақтау. Кейбір адамдар қарапайым нәрсені ұзақ түсіндіреді. Мен кеше келмедім, себебі сосын тағы. Бұл сенің өзіңді ақтап жатқандай әсер береді. Қысқа әрі нақты. Кеше келе алмадым. Бүгін бәрін реттеймін. Алтыншы, мүмкін сияқты, бәлкім деген сөздерді көп қолдану. Бұл сөздер сенің сөзіңді әлсіретеді. Бұл дұрыс сияқты оның орнына. Бұл дұрыс. Жетінші, басқаның сөзін бөле алмау. Кейде адамдар сенің үстіңнен сөйлеп кетеді. Егер сен үндемей қала берсең, олар сені баса береді. Сыпайы түрде тоқтата білу керек. Бір сәт, мен аяқтап алайын. Сегізінші, әркімге ұнауға тырысу. Барлығына иә дей беру әлсіздік белгісі. Күшті адам қажет жерде жоқ деп айталады. Тоғызыншы, денеңнің қимылы сенімсіз болуы. Қолды жасыру, еңкею, қысылып тұру, бәрі сенімсіздікті көрсетеді. Ал тік тұру, ашық қимыл сенімділік береді. Оныншы, артық күлу немесе мазасыздану. Әр сөзге күле беру немесе қобалжу, өзіңді ұстай алмау белгісі. Сабыр күштің белгісі. 11. Басқаның пікіріне бірден берілу. Егер біреу сенің сөзіңмен келіспесе, бірден райыңнан қайтсаң, сенің өз ұстанымың жоқ сияқты көрінеді. Тыңда, бірақ өз пікіріңді қорғай біл. 12. Өз ойыңды нақты жеткізбеу. Бұлыңғыр сөйлеу сенімсіздік. Нақты, қысқа, түсінікті сөйлеу күш. Қорытынды. Әлсіздік бұл дауыс көтермеу емес, әлсіздік өзіңе сенбеу. Сөйлегенде ең бастысы. Өз сөзіңе сену, қысқа әрі нақты айту, өзіңді төмендетпеу. Сонда адамдар сені мүлде басқа деңгейде қабылдай бастайды.